Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Ұлытау қайырымдылық қорын марапаттады. Бұл Ұлытау өңірінде қайырымдылықпен айналысатын үкіметтік емес ұйым. Қор басшылығына дін қызметкерлерінің алғысын бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы табыстады. Қор мүшелерінің басым бөлігі қазақмыс қызметкерлері. 2024 жылы ұйым аз қамтылған 6 отбасыға пәтер алып берді. Ерекше атап өтетін су тасқыны кезінде Ұлытау қоры қайырымдылық эстафетасын ұйымдастырып, бір аптаның ішінде қазақмыстықтар мен облыс тұрғындары 40 тонна гуманитарлық көмек жинап, Қостанай облысының Торғай ауданына жеткізген. Қайырымдылық ұйымы облыс көлемінен тыс аумақтан, оның ішінде қазақмыс кәсіпорындары бар өңірлерден құрамына жаңа мүшелерді қабылдауға жоспарлап отыр. Жуырда олардың қатарына Қазақмыс корпорациясының басқарма төрағасы Нұрахмет Нұриев те қосылған.